Қайырлы күн. Менің есімім Чанды Іңкәр Кенжебекқызы. Мен Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің номері 34-ші жалпы білім беретін мектебінде 8-ші В сыныбында оқимын. Менің жобамның тақырыбы Ақтау тұрмыстық қалдықтарынан биогаз алу мүмкіндігі. Қаладағы азық-түлік қалдықтарын пайдаланып, шағын көлемде энергия немесе органикалық тыңайтқыш алу моделі. Секция табиғи ресурстарды үнемдеуге, қалдықтарды азайтуға, экологиялық ластану деңгейін төмендетуге және табиғи экожүйелерді қалпына келтіруге мүмкіндік беретін қоршаған ортаны қорғауға бағытталған технологиялар. Бұл зерттеу жобасы Ақтау қаласының тұрмыстық және азық-түлік қалдықтарын пайдаланып, биогаз алу мүмкіндігін зерттеуге бағытталған. Зерттеу жобасының мәселесі қалдықтардың көбеюі экологиялық ластануды арттырады. Полигонда ыдырау кезінде метан бөлініп, парниктік әсерді күшейтеді. Зерттеудің мақсаты қалдықтарды анаэробты ферментация әдісімен өңдеп, биогаз және органикалық тыңайтқыш алу мүмкіндігін дәлелдеу. Бұл зерттеудің болжамы. Оттексіз ортада микроағзалардың әсерімен органикалық қалдықтар ыдырап, энергия көзі болып табылатын биогаз түзіледі. Ал қалған биошлам топырақ құнарлығын арттыратын тыңайтқыш ретінде қолдануға жарамды. Зерттеу кезеңдері: қалдықтарды жинау және сұрыптау, анаэробты ферментация моделін құру, газ көлемін өлшеу, биошламның қасиеттерін зерттеу және нәтижелерді талдау. Тәжірибе шағын биореакторда жүргізіліп, органикалық қалдықтар су қосылып, оттексіз ортада ферментацияланады. Зерттеудің жаңалығы: тұрмыстық қалдықтарды ресурсқа айналдырудың практикалық моделін ұсыну және биогаз алудың тиімділігін көрсету. Дербестік дәрежесі автордың жеке тәжірибесінде негізделген. Газ көлемі өлшеніп, биотыңайтқыштың өсімдікке әсері бақыланады. Биогаз. Бұл жерде ең алдымен өсімдік қалдықтары және азық-түлік қалдықтары және тағы да басқа қалдықтарды биореакторға саламыз. Одан кейін оны биогазды сақтайды. Оның нәтижесінде электр энергиясы және жылу пайда болады. Бұның экологиялық тиімділігі: қалдық азаяды, метан ауаға шықпайды, энергия өндіріледі және тыңайтқыш алынады. Анаэробты ашыту оттексіз ортада. Бұл күрделі микробиологиялық процесс. Ол негізгі 4 кезеңнен тұрады: гидролиз, ацидогенез, ацетогенез және метаногенез. Гидролиз күрделі органикалық қосылыстардың қарапайымға ыдырауы. Одан амин қышқылдары, қанттар, май қышқылдары өндіріледі. Оған қатысатын микроағзалар Clostridium, Bacillus және де Bacteroides. Ал келесі ацидогенез. Бұл қарапайым қосылыстардан қышқылдардың түзілуі. Бұдан сірке, пропин, май қышқылдары өндіріледі. Бұған қатысатын микроағзалар Lactobacillus, Escherichia және Pseudomonas. Келесі үшіншісі ацетогенез. Бұл қышқылдардың ацетатқа айналуы. Бұдан сірке қышқылы өндіріледі. Оған қатысатын микроағзалар Centrophobacter және де Acetabacterium. Төртіншісі метаногенез. Ол метан түзілуі. Одан метан өндіріледі. Оған қатысатын микроағзалар Methanocyrcina және де Methanobacterium. Биогазның құрамы мен қасиеттері. Биогаз құрамы шикізат түріне және процестің жүру жағдайына байланысты өзгереді. Биогаз құрамына метан, көмірқышқыл газы, сутегі, азот, күкірт, сутек және су буы жатады. Яғни биогаз құрамындағы метанның мөлшері 50 немесе 70%, көмірқышқыл газы 25-45%, сутегі 1 немесе 3%, азот 1 немесе 2%, биогаз құрамындағы күкірт-сутек 0,1-0,5%, ал су буы 0,1-0,3%. Мысалы, 1 метр куб биогаздың жылу шығару қабілеті 20-25 мегаджоуль. Бұл 0,6 немесе 0,8 литр бензинге немесе 1,5-2 киловатт сағат электр энергиясына тең.
Биогаз алуға қолданылатын тиімді микроағзалар, яғни штамдар. Микроағзалардың негізгі топтары анаэробты ашыту процесіне негізгі 3 топ микроағзаларға қатысады. Бірінші қышқыл түзуші бактериялар, екіншісі метан түзуші бактериялар, ал үшіншісі ацетат түзуші бактериялар. Ал бактерия түріне Clostridium botulicum жатқызамыз. Оның қызметі целлюлозаны, яғни крахмалды ыдырату. Оның тиімділігі жоғары, өте жоғары, 90 немесе 95%. Clostridium termocelum, оның қызметі целлюлозаны жоғары температурада ыдырату. Оның тиімділігі термофильді режимде ғана тиімді. Lactobacillus plantarum, ол органикалық қышқылдар түзу. Оның қызметі органикалық қышқылдарды түзу. Оның тиімділігі консервациялау қабілеті жоғары болып келеді. Ацетоклассикалық метаногендер, бұл метаносарцина, архея түріне метаносарцина баркери. Ал қызметі оның ацетатты H2CO2-ні пайдаланады, ал тиімділігі өте жоғары, яғни 90-95% болып келеді. Гидрогенотрофтық метаногендер H2 және CO2-ден метан түзу, яғни архея түріне метанобактериум формацикум. Оның қызметі H2CO2-ні пайдаланады, тиімділігі жоғары, яғни 85-90%. Қалдық түрлері. Анаэробты ашытуға жарамды азық-түлік қалдық түрлеріне жеміс қалдықтары, көкөніс қалдықтары, нан өнімдері, сүт өнімдері, ет қалдықтары, картоп қалдықтары, аралас ас үй қалдықтары жатады. Жеміс қалдықтарының құрамы көмірсулар мен пектиннен тұрады. Оның биогаз шығымы 1 тоннада 120-150 метр куб. Ал метан мөлшері 55 немесе 60%. Оның қатынасы 25-1 немесе 35-1. Көкөніс қалдықтары. Оның құрамы целлюлоза мен крахмалдан тұрады. Оның биогаз шығымы 1 тоннада 100 немесе 130 метр кубтан тұрады. Метан мөлшері 50 немесе 55%. Оның қатынасы 12-1 немесе 18-1. Нан өнімдері. Крахмал мен ақуыздан тұрады. Оның 1 тоннада биогаз шығымы 1 тоннада 180 немесе 220 метр кубтан тұрады. Метан мөлшері 60 немесе 65%. Оның қатынасы 30-1 немесе 40-1. Сүт өнімдері. Құрамы майлар мен ақуыздардан тұрады. Оның биогаз шығымы 1 тоннада 150 метр куб немесе 200 метр куб. Метан мөлшері 55 немесе 65%. Оның қатынасы 8-1 немесе 12-1. Ет қалдықтары ақуыздар мен майлардан тұрады. Оның биогаз шығымы 1 тоннада 120 немесе 160 метр кубтан тұрады. Метан мөлшері 55 немесе 60%. Оның қатынасы 10-1 немесе 15-1. Картоп қалдықтары. Оның құрамы крахмалдан тұрады. Оның биогаз шығымы 140 немесе 170, 1 тоннада 140 немесе 170 метр кубтан тұрады. Оның метан мөлшері 55 немесе 60%. Оның қатынасы 20-1 немесе 25-1. Аралас ас үй қалдықтары. Оның құрамы аралас болып келеді. Оның биогаз шығымы 1 тоннада 130 немесе 160 метр кубтан тұрады. Метан мөлшері 55 немесе 65%. Оның қатынасы 15-1 немесе 20-1. Ақтау қаласындағы қалдық көздері. Ақтау қаласында биогаз алуға болатын негізгі азық-түлік қалдықтарының көздері. Жалпы тәуліктік қалдық көлемі шамамен 15-20 тонна азық-түлік қалдығы жиналады. Қалдық көздеріне мектеп асханалары, мектепке дейінгі мекемелер, мейрамханалар мен кафелер, азық-түлік дүкендері, базарлар, яғни жеміс көкөніс базарлары, қонақ үйлер, тұрғын үй кешендері, асханалар жатады. Ал мектеп асханаларының саны 25-тен жоғары болса, оның тәуліктік, яғни бір тәуліктік қалдық мөлшері шамамен 200 немесе 300 килограмм.
Мектепке дейінгі мекемелер, яғни балабақшалардың саны 40-тан астам болса, оның бір күндік тәуліктік қалдық мөлшері шамамен 150-200 килограмм болады. Мейрамханалар мен кафелер, олар 100-ден астам орын болса, оларда бір күн қалдық мөлшері шамамен 400-500 килограмм. Азық-түлік дүкендері, 200-ден астам азық-түлік дүкендері бар, бірақ оның бір күндік қалдық мөлшері 600-800 килограмм. Базарлар, жеміс көкөніс базарлары 3 болса, онда оның бір күндік қалдық мөлшері шамамен 500-700 килограмм. Қонақ үйлер саны 15-ден астам болса, оның бір күндік қалдық мөлшері шамамен 200-300 килограмм. Тұрғын үй кешендері 50-ден астам тұрғын үй кешен, ал оның бір күндік қалдық мөлшері шамамен 1000 немесе 1500 килограмм. Асханалар 30-дан астам асханалар бар. Оның бір күндік қалдық мөлшері шамамен 200-300 килограмм. Бұл шикізат қабылдау бөлімі. Екіншіден газ ұстағыш. Бұл газ ұстағыш, ал газы тарту жүйесі, қолдан жасалған биореактор, газ жинағыш құбыры, субстрат, қоректі зат, араластырғыш құрылғы, жылу өлшеуіш құрылғысы және дегестат жинағыш. Яғни бұл жерде шикізат қабылдау бөлімі. Бұл жерге шикізат қабылдаймыз, бірақ газ шығару бұл жерде газ шығару түтігі бар. Осы жерге салғаннан кейін оны қатты қысым болған кезде газ бұл жерден шыға алмайды. Себебі бұл жерде газ шығару түтігі бір бағыттағы клапаны бар. Сондықтан бұл жерде қатты қысым болған кездегі ауа мында келеді. Бұл жерде су жайлап, газ көбейіп, су төмендейді. Ал бұл жерде дегестат жинағыш, бұл сұйық және қатты фракцияға бөлінеді. Бұл қатты дегестат жинағыш болса, яғни тыңайтқыш, ал бұл сұйық дегестат жинағыш болып есептеледі. Биореактордың техникалық сипаттамасы. Қазақстандық ғалымдар жасаған модульді биогаз кешенінің параметрлері. Әр модульдің көлемі 19-20 литр, ал биореактор материалы тот баспайтын материал, металл немесе полимерлі материал, жылу оқшаулы, пенополиуретан, температуралық режимі мезофильді немесе термофильді. Ал араластырғыш түрі екіге бөлінеді: механикалық немесе гидравликалық. Араластыру жиілігі тәулігіне 2-3 рет араластырылады. Ал жылу жүйесі су жылыту, яғни жылы су құйылады. Бақылау жүйесі температура, pH, қысым сенсорлары. Өнімділігі тәулігіне 2-3 метр куб биогаз. Биотыңайтқыш өнімділігі тәулігіне 20-30 килограмм болады. Биореактордың жұмыс істеу принципі, яғни біріншіден шикізат дайындау, яғни азық-түлік қалдықтары сұрыпталып, пластик, шыны, металл қалдықтары алынады. Содан кейін ұсақтағышта бөлшектер мөлшері 2 немесе 5 мм-ге дейін ұсақталады. Су қосылып, ылғалдылық 85-90%-ға дейін жеткізіледі. Екіншіден биореакторға жүктеу, яғни дайындаған субстрат биореакторға салынып, оған бастапқы микроағзалар культурасы енгізіледі. Реактор тығыз жабылып, оттегінің кіруін болдырмайды. Үшіншіден бізде ашыту процесі жүреді, яғни температурада тұрақты ұсталып, тәулігіне 2-3 рет жайлап араластырады. Яғни температурада ол 35-37 температурада тұрады. pH деңгейі 6,8 немесе 7,2 аралығында бақыланады. Ашыту ұзақтығы 20 немесе 30 тәулік болады.
20 немесе 30 тәулікте ашытады. Ал төртіншіден газды жинау, яғни түзілген биогаз реактордың жоғарғы бөлігінде жиналып, газ құбыры арқылы газогөлдерге беріледі. Бесіншіден газдар тарту, яғни биогаз құрамындағы көмірсутек арнайы сүзгілерде тазартылады. Арнайы сүзгілерде биогаз құрамындағы күкіртсутек яғни тазартылып шығарылады. Алтыншыдан дегестатты шығару, яғни ашыту аяқталған соң қалдық реактордан шығарылып, сұйық және қатты фракцияға бөлінеді. Яғни тыңайтқыш және де дегестат жинағыш. Тыңайтқыш, яғни бұл шыққан тыңайтқышты топырақ астына салсақ, бізде өсімдіктер жақсы өсіп шығады. Одан кейін технологияның тиімділігі және экологиялық тиімділігі. Бұл жерде қалдықтар көлемін азайту, бұның әсері 90-95%-ға дейін, яғни қалдықтар тыңайтқышқа айналады бұл жерде. Парниктік газдар эмиссиясын төмендету әсері 1 тонна қалдықтан 0,5 немесе 1 тонна CO2 эквивалентін азайту. Полигондарға жүктемені азайту, яғни айына 500-600 тонна қалдық полигонға бармайды. Топырақ құнарлығын арттыру, органикалық тыңайтқыш қолдану арқылы арттырылады. Экологиялық санын қалыптастыру, қалдықтарды сұрыптау мәдениетін дамыту. Экономикалық тиімділігі болса, көрсеткіш, бұл жерде 1 тонна қалдықты өңдеу құны дәстүрлі әдіс бойынша, яғни полигон бойынша 5000-7000 теңге болады. Ал биогаз технологиясы 2000-3000 теңге. Үнемдеу, яғни пайдасы 50-60% үнемделеді. 1 тонна қалдықтан алынатын энергия. Бұл биогаз технологиясы бойынша 120-150 метр куб биогаз, яғни бұл жерде 600 немесе 750 киловатт сағат. Бұл үнемдеу пайда болса 18000 немесе 22500 теңге пайда қосылады. 1 тонна қалдықтан алынатын тыңайтқыш биогаз технологиясы бойынша 800-900 килограмм, ал үнемдеу пайда болса 16000 немесе 18000 теңге пайда болады. 1 тонна қалдықтың жалпы құны дәстүрлі әдіс, яғни полигон бойынша бұл -5000 теңге болады. Яғни бұл шығын. Ал биогаз технологиясы бойынша 34000 немесе 40000 теңге бұл пайда, ал үнемдеу пайда бойынша 39000 немесе 45000 теңге пайда болады. Инвестицияның өтелу мерзімі, бұл биогаз технологиясы бойынша 2-3 жылда өтеледі. Ал енді энергетикалық тиімділігі, 1 метр куб биогаздан 2 немесе 2,5 киловатт сағат электр энергиясы, 4 немесе 5 киловатт сағат жылу энергиясы, немесе 0,6-0,8 литр бензин баламасы. Ал енді есептесек, 1 тонна қалдықтан 150 метр куб биогаз алсақ, 300 немесе 375 киловатт сағат электр энергиясы. Бұл шамамен 15-20 үйді тәуліктік электр энергиясымен қамтиды. Ал 600-750 киловатт сағат дегеніміз, ол 25 немесе 30 үйді жылытады. Алынатын тыңайтқыштың тиімділігі. Анаэробты ашыту нәтижесінде алынған дегестат бастапқы шикізатпен салыстырғанда азот бастапқы шикізаты ол 0,3-0,5% болады. Ал дегестат 1,5 немесе 2%. Ал өзгеріс бұл жерде бізде 300 немесе 400% болады. Фосфор, яғни бастапқы шикізат 0,2-0,3% болса, дегестат бізде 1,8-2,3%. Ал өзгеріс болса бізде 500 немесе 700% болады. Калий, бастапқы шикізат бізде калийде 0,3-0,4% болса, дегестат 1,1-1,3% болады. Ал бұл жерде калийдің өзгерісі 200 немесе 300% болады. Аммонийлік азот, бұл жерде бастапқы шикізат бізде 10-15% болса, дегестат 40-60%, ал өзгеріс бұл жерде бізде 300% болады. pH 5,5-6,5 бұл жерде қышқыл болады бастапқы шикізатта, ал дегестатта бізде 7 немесе 7,8 бейтарап болса, өзгеріс бізде бейтараптанған болады.
Патогенді микроағзалар бастапқы шикізат көп мөлшерде болады. Дигестат жойылған, өзгеріс 100%. Жүргізілген зерттеулердің дәрежесі мен көлемі. Зерттеу барысында 20-дан астам ғылыми мақала мен есептер оқылады. Анаэробты ашыту процесіне қатысатын микроағзалардың 30-дан астам түрі зерттеледі. Ақтау қаласындағы азық-түлік қалдықтарының 10 түрі мен 8 негізгі көзі анықталған. Биореактордың оңтайлы құрылысы мен параметрлері сипатталды. Технологияның экологиялық, экономикалық және энергетикалық тиімділігі бағаланды. Қойылған мәтіндерді орындау нәтижелігі, яғни міндет бізде анаэробты ашыту теориясын зерттеу болса, оны орындау дәрежесі 100%. Нәтижесінде 4 кезең сипатталды, әр кезеңдегі микроағзалар анықталды. Тиімді микроағзаға штамдарын анықтау, орындалу дәрежесі 100%, ал нәтижесінде 30-дан астам түр ең тиімділерінен іріктелді. Қалдық түрлері мен көздерін анықтау, орындалу дәрежесі 100%, нәтижесінде 8 негізгі көз тәулігіне 15-20 тонна қалдық. Биореактор құрылысын сипаттау 100% орындалу дәрежесі болса, нәтижесінде құрылыс сызбасы, техникалық сипаттамасы берілді. Тыңайтқыш құрамын зерттеу, орындалу дәрежесі 100% болса, нәтижесінде 6 көрсеткіш бойынша өзгерістер анықталды. Тиімділікті бағалау, орындалу дәрежесі 100%, ал нәтижесінде экологиялық, экономикалық, энергетикалық тиімділік есептелді. Жұмыстың практикалық маңыздылығы мен тиімділігі. Жұмыстың практикалық маңыздылығы өте жоғары. Біріншіден, қалдықтарды азайту, яғни Ақтау қаласында тәулігіне 15-20 тонна азық-түлік қалдығын өңдеуге мүмкіндік берді. Екіншіден, энергия алу. 1 тонна қалдықтан 120-150 метр куб биогаз алуға болады. Бұл 300-375 киловатт сағат электр энергиясын немесе 600-750 киловатт сағат жылу энергиясын береді. Тыңайтқыш алу. 1 тонна қалдықтан 800-900 килограмм жоғары сапалы органикалық тыңайтқыш алынады. Төртіншіден, экономикалық тиімділік, яғни 1 тонна қалдықты өңдеуден 39 мың немесе 45 мың теңге пайда түседі. Бесіншіден, жұмыс орындары. Қалада 20 немесе 30-дан астам жаңа жұмыс орындары ашылды. Алтыншыдан, импорт алмастыру. Сырттан әкелінетін минералды тыңайтқыштардың орнын басады. Ал автордың қосқан жеке үлесі. Мен 8-ші сынып оқушысы ретінде бұл жобаға өзімнің жеке үлесімді қостым. Біріншіден, анаэробты ашыту технологиясы мен микроағзалардың рөлін терең зерттедім. Екіншіден, Ақтау қаласындағы азық-түлік қалдықтардың түрлері мен көздерін анықтадым. Үшіншіден, биореактордың оңтайлы құрылысын сипаттадым. Төртіншіден, тыңайтқыштың құрамындағы өзгерістерді талдадым. Бесіншіден, технологияның экологиялық, экономикалық және энергетикалық тиімділігін есептедім. Ал алтыншыдан, мен Ақтау жағдайында қолданудың практикалық ұсыныстарын әзірледім. Стоп,